Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге мен бүгін өзімнің жасаған роботтарымды көрсетпекшімін. Яғни бірнеше өзім жасаған роботтар бар. Сол роботтардың біреуін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Яғни сіздерге мен жалпылама осы YouTube арнамнан көріп жүрсіздер. Өзімнің бірнеше роботтарым бар. Яғни сол роботтарымның бірі бұл электрлік ат, жылқы, яғни орта ғасырдағы жылқының макетін жасамақшы болғам. Осыны сіздерге көрсеткім келіп отыр. Енді жалпылама қаншалықты анық көрініп тұр білмеймін, енді дегенмен де сіздерге анық көрсетуге тырысайын. Жақсы, қазір мен жарықты барынша жақсы түсірейін. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл роботтың жалпылама жасалу технологиясы да оңай емес, себебі мұнда әрбір көріп тұрсыздар, сымды жалғаудың өзі қиын дүние негізі. Қазір сіздерге көрсетейін. Енді мұқият қараңыздар қазір. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл жерде бұл робот бұрындары да жасалған, бірақ мына айналдырғыш, енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл жүруі үшін мынандай бір осыны айналдыратын доңғалағы түсіп қалған. Сол үшін біз қазір осы доңғалақты тазалап алуымыз керек. Бұл ең басты дүние. Егер де біз бұны тазаламай былай қандай да бір мысалға бондпен басқамен жалғайтын болсақ, біз мына доңғалақтарды құртып аламыз. Мына доңғалақтар өте жұқа, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Егер де бұны арнайы мынандай ыстық клеймен сіздерге көрсете аламын. Осындай ыстық клеймен біз мына жабысқан бұрынғы ыстық клейді алып тастауымыз керек. Егер де бұны біз қандай да бір затпен қыратын болсақ, біз сындырып аламыз. Сол үшін мына ыстық клейдің өзімен біз бұны балқытамыз. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жаңа мен сіздерге айтып өттім. Енді мен өзімнің мысалға мендегі шамды егер былай алдыға созатын болсақ, бұл тік түседі. Яғни тігінен түседі дағы мендегі кез келген мысалға ұсақ нәрсені осылай тек қана сол нүктеге ғана бағыттап көруге болады. Сондықтан мен бұл жерге кішкене жалпағынан көргім келіп отыр, сол үшін кішкене жалпайтамыз. Егер біз мынаны светтің, яғни шамның басын жалпайтатын болсақ, онда мен сіздерге көрсететін мына дүние кішкене жан-жақты көрінеді. Сол үшін мен сіздерге мұқият көрсеткім келіп отыр. Енді қараңыздар. Бізде арнайы ыстық клейдікін өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді жаңа сіздерге мен айтып өттім. Яғни бұл жерде егерде біз мына бұрынғы ыстық клейді қандай да бір қатты затпен қыратын болсақ, біз мына доңғалағымызды сындырып аламыз. Сол үшін біз ыстық клейдің өзін қолдануымыз керек. Яғни ыстық клейдің басы қазір қатты ыстық болып тұр. Яғни соның көмегімен біз бұрынғы ыстық клейді алып тастауымыз керек. Яғни бұл жерде өте бір ұқыптылықты талап етеді, себебі біз қолымызды күйдіріп алуымыз мүмкін. Яғни мұқият мән беріңіздер, мен қалай алып жатқанымды. Біз бұрынғы ыстық клейдің барлығын біз алып тастауымыз керек. Біз осылайша ыстық клейді алып тастаймыз. Енді осы ыстық клейді ерітіп алып, мысалға қайтадан пайдалануымызға болады, бірақ қалай айтсам болады сіздерге. Бірақ ол тиімді емес. Себебі қанша дегенмен бұл ыстық клей, енді уақыттың кез келген нәрсені әрине уақыт өте келе сапасын нашарлайды ғой. Сол себептен біз бұл жерде бұл ыстық клейді пайдалану бізге қажет емес. Сіздерге соны айтқым келеді. Сол үшін біз толықтай оны тазалап алуымыз керек.
Өздеріңіз көріп тұрсыздар қалай алып жатқанымды. Толықтай барлық ыстық клейді алып тастауымыз керек. Бұны алып тастағаннан кейін мен бұл доңғалақты осы жылқының үстіне, яғни мына айналдыратынның үстіне осыны орналастырып, сіздерге осында жүргізіп көрсетейін деп отырмын. Әрине өзімнің жасаған дүниемді сіздермен бөлісу ғой негізгі мақсатым. Енді барынша қазір тазалауға тырысам. Осылай тазалаймын. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, егер қараңыздар, сіздерге мен мұқият көрсетейін. Мен барлығын тазалап тастадым, міне. Тап-таза болды. Енді бетін тегістеп жібереміз, себебі клей жақсы жабысу керек болған. Егер де мысалға жаңа қандай да бір қатты затпен алатын болсақ, онда біздің бұл дүниеміз доңғалағымыз ештеңеге жарамай қалатын еді. Сол үшін мен осылай ыстықпен тазалағанды жөн көрдім. Және де ойлағаным дұрыс екен. Міне, керексіз заттары, бұрынғы ыстық клей жалпылама. Бұны да қолдануымызға болады әрине, бірақ сапасы нашар екенін бірден байқауға болады негізі. Сол үшін енді біз мына доңғалақты мұқият біздің роботымызға орналастыруымыз керек болады. Сіздерге кішкене мұқият көрсетейін. Міне, бір ғана жаққа бағыттайым. Енді мұқият қараңыздар. Мен тура үстіне орналастырдым. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді бұл жерде бір ескеретін жайт. Егер де біз доңғалақты мына бекіткішке алдымен орналастырмай, бірақ қоя салатын болсақ, онда бұл дәл келмей қалады. Себебі оны қайтаран келтіру үшін мұның бәрін шашып, қайтаран жинау керек болды. Онда бізге сәл қиындау болады. Сол үшін біз осы күйінде бұны енді ыстық клейге жабыстыратын боламыз. Енді жақсы. Ыстық клейімізді орналастырдық. Енді мұқият қараңыздар. Біз енді доңғалақты бекітеміз. Себебі біз бұны дәлме-дәл орналастыруымыз керек. Бұл ең маңызды нәрсе негізі. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Және де бұл жерде ескеретін нәрсе, мына доңғалақты, екінші жақтағы доңғалақтың араларын ыстық клейді жіберіп алуға болмайды. Себебі, егер де ыстық клей ол жақтарға баратын болса, онда бұл доңғалақ айналмай қалады. Сондай бір өзің ескеруге тиіс жайттары бар. Және де бұл жерде ыстық клейді көп жағып жіберуге болмайды. Себебі ыстық клей бұл төмен қарай мына доңғалақтың өздерінің тістерін егер жауып қалатын болса, онда біздің бұл дүниеміз жарамсыз болады. Сол үшін барынша мұқият жасауға тырысып жатырмын. Жақсы. Енді ары қарай сіздерге көрсете берейін. Қалған жақтарында дәл осылай біз ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өте мұқият болмасақ, барлығын білдіріп алуымыз мүмкін. Өте бір мұқият шеберлікті қажет ететін жұмыс десем, артық айтқаным емес. Барлық аймақтарын жабыстырып шықтым. Енді біздің доңғалағымыз барынша қатқанын күтуіміз керек.
жетерліктей жабысты әрине. Және де қазір сіздерге көрсететін тағы да бірнеше ескеруге тиіс бір нәрселері бар. Оны да сіздерге қазір көрсетемін. Барлығын жабыстырып шықтық. Енді мықты болсын деген ой ғой, менде жан-жағынан да жабыстырып жатырмын ыстық дейді. Негізі ол жаққа жабыстырмаса да болады, бірақ тұтастай жабысатын болса, әлде қайда берік болады негізі. Сол үшін осылай жабыстырғанды жөн санап отырмын. Егер де осындай шам болмайтын болса, әрбір бұрышын қарау қиын болады негізі. Міне, біз барлығын жабыстырып шықтық. Енді бұны төңкеруге болмайды, себебі ыстық би толықтай қатуы керек. Сондықтан кішкене күтеміз. Жақсы. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде біздің ыстық кілеміміз қатты жетерліктей. Міне, мұқият сіздерге көрсетейін. Қазір. Міне. Мынау ыстық кілейдің қатқаны. Енді біз бұны жалпылама жүргізуіміз үшін біз мына біздің сымды жақсылап жасау керек болады. Әрине оны біз пайкының көмегімен жүзеге асырамыз. Енді қазір сіздерге мен оны көрсетейін. Біз қарапайым ғана припой дейді, осыны қолдануымызға болады. Енді оны сіздерге қазір көрсететін боламын. Бұл жерде біздің ескеретін нәрсе өте мұқият болу керек. Себебі, егерде біз қандай бір нәрсені дұрыс жасамайтын болсақ, онда біз өзіміздің сымды былайша айтқанда бүлдіріп аламыз. Сондықтан осы бір нәрселерді біз ескеруіміз керек. Енді қараңыздар. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде сым толықтай припоймен беті қату үшін біз осы канифоль дейміз, соны біз толықтай сымның бетімен жүргізіп шығуымыз керек. Жақсы, мен қазір оны мұқият көрсетіп шығайын сіздерге. Әрине, бұл ептілікті қажет ететін дүние негізі. Бұны жасаған кезде өте мұқият болу керек. Толықтай дерлік біз сымды дайындап алуымыз керек. Сонда бұл жақсы жалғаған кезде жақсы жұмыс жасайтын болады. Егер де біз олай жасамайтын болсақ, онда сіздер білесіздер, кейбір проводтар үзіліп қалады. Ол соның әсерінен болатын дүние негізі. Сондықтан ондай жағдай бізде орын алмас үшін біз оны жақсылап тұрып дайындап алуымыз керек. Бұл бір ең маңызды нәрсе ғой негізі ескеретін. Сондықтан ондай қателіктер бізде орын алмас үшін біз осылай дайындап аламыз. Біздің бірінші проводымыз дайын. Яғни сым бізде толықтай дайын. Біз екінші сымды дайындаймыз. Бұл өте маңызды негізі. Енді кейде бұны ескермей жұмыс жасай беруімізге болады негізі, бірақ біз сымды қысқартып аламыз. Оның минусы сол негізі. Жақсы.
Енді өзіміздің осы бір жұмысымызға көшейік. Жақсы. Міне біз бірінші сымды сәтті дайындап алдық. Енді екінші сымға көшейік. Екінші сымда да біз тура солай істейміз. Яғни бетін припоймен, ұсақ қатпаршағымен біз бұны қаптап алуымыз керек. Бұл міндетті түрде ескеретін нәрсе негізі. Бұрындары осындай припоймен енді бұрындарымен олай істеген жоқпын, бірақ көптеген проводтарымның барлығын осылай қысқартып құртып алған болатын негізі. Сондай жағдай орын алмас үшін мен осы бір нәрсені ескеріп отырмын. Енді қараңыздар. Біз қатпаршақты дайындадық. Енді өзіміздің ісімізге көшеміз. Болды. Жақсы. Енді біз бұл жұмысымызды да сәтті аяқтадық. Енді біз өзіміздің жұмысымыздың соңына келдік. Яғни мен сіздерге жасаған осы бір ат қаншалықты қозғалады деген нәрсе. Енді біз осыны тексеріп көрейік. Міне жаңағы біздегі ұсақ қатпаршақ дұрыс жасалғандықтан біздің жалпылама жалғаған кезде де біз мысалы телефонның қарапайым зарядка істейміз, сонда қолдануымызға болады, батарейка қолдануымызға болады. Енді мұқият қараңыздар. Міне ат қалай жылжып тұрғанын өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә? Біз осылайша өзіміздің жұмысымызды аяқтадық. Енді жаңа сіздерге көрсеткен нәрсе өздеріңіз көріп тұрсыздар, негізі мына нәрсе ғой. Біз осыны жабыстырып шыққан болатынбыз. Біз осылайша өзіміздің бүгінгі жұмысымызды аяқтадық. Осымен бүгінгі біздің жалпылама осы роботқа байланысты сіздерге көрсететін видеом аяқталды. Алдыда бұйырса тағы да бірнеше роботтарымды сіздермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Löпілдеріңізді басып қойыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз арқылы мен өзімнің көптеген видеоларымды сіздермен бөлісетін боламын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.